Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, қай мемлекет ішінде қандастардың елге оралуы тек ішкі әлеуметтік саясаттың ғана емес, шекара маңындағы аймақтардың демографиялық тұрақтылығының қамтамасыз ететін, ұлттық қауіпсіздік пен аумақтық тұтастықты нығайтатын, мемлекеттік тіл мен ұлттық бірегейлікті күшейтетін стратегиялық маңызы бар процесс саналатыны сөзсіз. Тәуелсіздік алғаннан берде көші-қон саясатының салыстырмалы түрде мына қолайлы кезеңдерінде ата жұртқа шамамен 1 миллионға жуық қандасымыз оралып, ел демографиясына, еңбек нарығына елеулі үлес қосты. Олар сан түрлі салаларда еңбек етіп, еліміздің экономикалық дамуына әлі де әсер етіп келеді. Сіздің мұна республикалық басылымдарға берген сұхбаттарыңызда айтқан, шетелдердегі қандастарымызды ата мекенге қайтару ісі ешқашанда назардан тыс қалған емес, қалмайды да. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі қандастарымыздың басын туған жерде біріктіру біздің парызымыз деген сөзіңіз. Сондай-ақ 2023 жылы Отандастар форумына қатысушыларға жолдаған үндеуіңізде қай мемлекетті мекен етсе де қазақтың бір ғана тарихи отаны бар, ол Қазақстан. Сондықтан да біз шетелде тұратын бауырларымызды қолдауға қашан да баса мән береміз деген жолдауыңыздан үлкен жанашырлық көрініп, халық жүрегінен терең орын алды. Осы орайда мен Бурахан Нұржанұлы Дақанов, ішкі көші-қонмен солтүстікке келген азаматтардың және қандастардың құқығын қорғаумен айналысатын тәуекел қоғамдық бірлестігінің төрағасы ретінде сіздің осы бағыттағы саяси шешімдеріңізді қолдай отырып, шетелден тарихи отанына қоныс аударған қандастарымызға қатысты қордаланып қалған мәселелер мен олардың шешімін жеткізуді азаматтық парызым деп санаймын. Мен атап отырған тәуекел көші-қонмен айналысатын ұйым қоғамдық бірлестігі елге қоныс аударған қандастарды Қазақстанның солтүстік облыстарына көшіруге және әлеуметтік тұрғыдан бейімдеуге көмектеседі. Осы орайда айта кеткіміз келетіні, елімізге тарихи отанына оралып жатқан қандастардың құрамы тек әлеуметтік әлсіз топтардан тұрмайды. Керісінше олардың қатарында кәсіпкерлік саласында тәжірибесі мол азаматтар, ауыл шаруашылық саласындағы тіс қаққан мамандары, медицина, білім беру, техника салалары бойынша білікті кадрлар, еңбекке қабілетті азаматтар көп. Бұл Қазақстан экономикасын дамытуға, әсіресе ауыл шаруашылығы, өңірлік кәсіпкерлік сынды кадр тапшылығына бар салаларды нығайтуға таптырмас мүмкіндік деп ойлаймыз. Алайда биыл 30 қаңтардан бері қолданысқа енген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасындағы тұрақты тұруға рұқсат беру және қандас мәртебесін беру немесе ұзарту мемлекеттік көрсетілетін қызметтері бойынша пилоттық жобаны іске қосу және іске асыру туралы үкімет қабылдаған бірлескен бұйрық іске қосылғаннан бері ата жұртына көшіп келген этникалық қазақтардың құжаттану процесі өте қиындап кетті. Осыған байланысты көші-қон саясаты аясында бірқатар мәселелер туындап отыр. Мысалы, шетелден келетін қандастарымыз үшін ең өзекті мәселелердің бірі соттылығы жоқ анықтамасымен шығу парағын алу мәселесі. Әсіресе мына Қытай Халық Республикасынан бұл құжаттарды рәсімдеу өте күрделі әрі ұзақ уақыт алады. Тіпті кейбір жағдайларда мүмкін емес дейді. Осыған байланысты жаңа көші-қон жобасы қолданысқа енбей тұрып, елге келіп үлгерген жүздеген қандас екі ортада қалып қиналып отыр. Себебі бұл құжаттар болмаса, солтүстік өңірлерге келіп қоныстанғысы келетін этникалық қазаққа не ықтиярхат, не қандас статусы берілмей жатыр. Бұдан бөлек Қазақстанға оқуға келгісі келетін талапкерлерден жергілікті оқу ағарту мекемесінің Қазақстаннан оқуына болады деген рұқсат қағазын да апостилдеп әкелу міндеттеліп отыр. Көші-қон органдары аталған құжаттарсыз азаматтыққа қабылдау жүргізілмейтінін айтуда. Бұл талаптар Қытайдағы қандастарға ауыр салмақ түсіріп отыр. Себебі ХХР заңнамасы бойынша соттылығы туралы анықтама беру ресми іс қағаздар тізімінде әлі жоқ. Ал қазіргі соғыс жағдайындағы Иран, Ауғанстан, Пәкістан мемлекеттерінде бұл анықтаманы алу іс жүзінде мүмкін емес. Онымен қоса жаңадан қабылданған заңнамаға сәйкес елге келетін этникалық қазақтар үшін тест тапсыру міндеттелді. Яғни елімізде тұрақты өмір сүріп, қандас мәртебесін алуға үміткер адамдар 5 кезеңнен тұратын цифрлық бағалаудан өту керек. Атап айтсақ, қазтест сынды тестілеу жүйесі арқылы қазақ тілінен имтихан тапсыру. Бірақ Қытай, Иран, Өзбекстан елдерінен келетін этникалық қазақтар кириллица қаріптерін танымайды. Бұл олардың бағалау тестінен өтуіне үлкен кедергі әкеліп тұр. 2026 жылға дейін Қазақстанға көшіп келген этникалық қазақ жеңілдетілген азаматтықты ала алатын. Бірақ 2026 жылы жаңа заңнамаға сәйкес азаматтық алу уақыты 5 жылға дейін ұзартылып, 5 жыл қандас мәртебесімен созылатын болды. Бірақ бұл заң қабылданған соң этникалық қазақтардың елге келу деген құлшынысы күннен күнге азайып келеді. Елге бұрын келіп алған қандаспен елге жаңадан келіп жатқандарға туыстармен кездесуі қиынға соғып отыр.
Басты себеп пилоттық жоба бойынша алдағы уақытта елге келген әр этникалық қазақ тек көш қабылдаушы аймақтардан ғана ықтияр хатпен қандас мәртебесін ала алады. Бірақ ол жерде 5 жыл тұрақтауға міндеттеліп, оның үстіне қандас статусын алғаннан кейін ғана 5 жылдан кейін ғана азаматтық ала алады. Бұл жағдай қандастардың құқығын шектеп отыр деп айтамыз. Өйткені осы уақытқа дейін елге оңтүстікке көшіп келген азаматтық алған қандас өз туыстары елге келгенде солтүстікке жіберуге мәжбүр. Ал жақындары оңтүстікте болған адам солтүстікте ұзақ тұрақтап қала алмайды. Осы кедергіні жою мақсатында қандастық статус пен қандастық квотаның ара-жігін ашып, өкіметтен көмек алмаймын, тек қандас статусымды берсе болды деген азаматтарға оңтүстік өңірлерден ықтияр хат пен қандас статусын беруді қайта іске қосуды ұсынамыз және баяндалған өтініштеріміздің негізінде қандастардың мүмкіндігін тежейтін, олардың азаматтық құқықтарына нұқсан келтіретін соңғы пилоттық жобаға мораторий жариялауыңызды өтініп сұраймыз. Жалпы елге келген этникалық қазаққа қандас мәртебесін беру немесе ұзарту қағидаларына сәйкес мәртебе беру туралы шешім өтініш берушінің немесе оның тікелей ата-бабаларының ұлтын растайтын құжаттар негізінде ғана қабылданады. Бірақ тәжірибеде кейбір шет мемлекеттердің құжаттарында ұлты деген бағанның болмауы немесе архивтік деректерде сәйкес емес құжаттардың кездесуі салдарынан өтініш берушінің этникалық тиесілігін әкімшілік тәртіппен бір мәнді анықтау мүмкін болмай отыр. Мысалы, Иран, Ауғанстан сынды мемлекеттерде ұлттары көрсетілмейді. Осындай жағдайлар мына Маңғыстау облысында, Батыс Қазақстанда тұрақтап қалған қандастарымыздың визасын ұзарту, қандас мәртебесін алу немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына ие болу мүмкіндіктеріне кедергі болып, аталған азаматтар не Иранға қайта алмай, не елде заңды жүре алмай үлкен қиындықтарға душар болып отыр. Соңғы уақыттағы мына Иран Ислам Республикасында болып жатқан төтенше жағдайларды ескере отырып, Маңғыстауда тұрып жатқан Иран қазақтарына көш қабылдаушы аймақтардан қазақ екенін анықтайтын анықтама беретін арнайы комиссияны шұғыл түрде құруды сұраймыз. Осы комиссияның шешімін, жұмыс істеу тәртібін қалыптастыра отырып, болашақта мына Иран Ислам Республикасынан және де ұлты көрсетілмейтін басқа да елдерден келетін қандастарға уақытылы қызмет көрсетуге септігін тигізетін шараларды жолға қойған жөн деп санаймыз. Осындай мәселелерді қарастырып, тиесілі жәрдем көрсету арқылы Қазақстан Республикасы, Иран Ислам Республикасындағы және мына Ауғанстан Республикасындағы этникалық қазақтардың мүдделерін қорғауға деген өзінің берік ұстанымын іс жүзінде дәлелдей алады және оларды қазақ халқының ажырамас бөлігі ретінде қабылдау мемлекеттік міндетіміз болуы керек деп есептеймін. Қандастарды солтүстік өңірлерге қоныстандыру мәселесі қазіргі таңда қоныс аударушылар мен қандастарды қабылдайтын өңірлердегі маңызды мәселелердің бірі тұрғын үй қорының ескіруі және ауыл инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы болып отыр. Көп ауылда ұсынылатын үйлер ескі, тозған, заманауи талаптарға сәйкес келмейді. Сатып алуға немесе тұруға жарамсыз. Бұл адамдардың ауылда тұрақтап қалмай, кері көшу үрдісін арттырып жатыр. Тәжірибе көрсеткендей, ішкі қоныс аударушылар, яғни оңтүстіктен солтүстікке көшкендер көбінесе ауылда тұрақтамай кері қайтуға бейім. Ал шетелден келген қандастардың ауылдық жерлерде тұрақтап қалу деңгейі әлдеқайда жоғары. Себебі қандастар тарихи отанына саналы түрде көшіп келеді, ауыл шаруашылығына бейім, еңбекке дайын және жаңа ортаға бейімделуге ниетті. Сондықтан қандастардың қандай да бір материалдық қоры болатынын ескере отырып, солтүстік өңірлерге көшіп келетін қандастарға өкіметтің көмегімен үй салу мүмкіндігін беру қажет деп ойлаймыз. Нәтижесінде солтүстіктегі ескірген елді мекендерге жаңадан қуат бітіп, ажарлана түседі деп санаймыз. Шетелден келген қандастарымыздың тағы бір үлкен тосқауыл болып отырған мәселесінің бірі ықтияр хат алу тәртібі. Қазіргі талап бойынша қандастарға ықтияр хат тек Қазақстан аумағында 1 жыл тұрақты тұрғаннан кейін ғана беріледі. Бірақ мұнда да біраз мәселе бар. Мысалы, біріншіден, бұл шетелден келген қандастарымыздың 1 жыл бойы өз атына тұрғын үй рәсімдей алмайтынын білдіреді. Яғни азамат өз қаражатына үй сатып алғысы келген жағдайда да ықтияр хат болмағандықтан баспананы ресми түрде өз атына аудара алмайды. Екіншіден, мемлекеттік көші-қон бағдарламасы аясына берілетін тұрғын үй сертификатының қолдану мерзімі қаржы жылының соңына дейін ғана жарамды. Ал қандас азамат 1 жыл ықтияр хат күтуге мәжбүр болса, сертификатты пайдалану мүмкіндігінен айырылып қалу қаупі туындайды. Осының салдарынан көптеген қандастар үйсіз қалмау үшін келген бойда үй иелеріне кепілақы беріп, болашақта сатып алушы ретінде сенім қалыптастыруға тырысады. Алайда, мына құжат мәселесі шешілмегендіктен бұл жағдайлар азаматтарды қаржылай тәуекелге ұрындырып жатыр.
Сондықтан тым болмаса осы күнге дейін Қазақстанға келіп үлгерген қандастарға қатысты бұл мәселені бір жақты шешіп беру немесе көші-қон бағдарламасы аясында келген қандастар үшін ықтияр хат алу мерзімін жеңілдетуді, тұрғын үй сертификат мерзімінің ықтияр хат алу уақытымен сәйкестендіруді қарастыруды ұсынғым келеді. Ішкі көші-қон бағдарламасы аясында қоныс аударған Қазақстан азаматтарына қарағанда шет елдерден келген қандастар арасында кері қайту немесе мемлекетпен жасалған әлеуметтік келісімшарт талаптарын бұзу деректері өте сирек кездеседі. Себебі атамекеніне оралған қандастардың негізгі мақсаты Қазақстанда тұрақтап азаматтық алып болашағын осы елмен байланыстыру. Сондықтан қандастар қоныс аударған өңірлерде тұрақты өмір сүріп еңбек етуге және жаңа ортаға бейімделуге барынша ынталы болатынын осы күнге дейін өз іс-әрекеттері арқылы дәлелдеп келеді. Қандастарды қабылдау тәртібіне енгізілген өзгерістерге қарамастан, атамекенге қоныс аударуға ниетті азаматтардың саны әлі де жоғары. Бұл шетелдердегі қазақтардың тағдырын Қазақстанмен байланыстырсам деген арманның қаншалық асқақ екенін көрсетеді. Осыған байланысты көші-қон бағдарламасының мемлекет ішінде келіп жатқан қандастар ішінде тиімділігін арттыру мақсатында қандастарды қабылдау квотасының санын ұлғайту және қабылдау талаптарын жеңілдету маңызды деп есептейміз. Мұндай қадамдар тарихи отанына оралғысы келетін азаматтарға қолайлы жағдай жасап қана қоймай, еліміздің демографиялық, өндірістік әлеуетіне және әлеуметтік дамуына да оң әсерін тигізетін еді. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сөз соңында шетелдерден келген қандастарымызды солтүстік өңірлерге көшіру мәселесін, ықтияр хат алу жолдарын, бағалау тестілерінің талаптарымен қоса тұрғын үй мәселесіне байланысты құжаттарды жеңілдетуді барлық қандастардың атынан өтініп сұраймыз. Жоғарыда айтылған жайттар көп қиындықтың ең негізгісі ғана. Осындай өзекті мәселелерді билік өкілдеріне уақытылы жеткізіп, олардың шешімін бірге табу үшін қандас көшіне жауапты омбудсмен тағайындауыңызды өтінеміз. Қазір елімізде адам құқықтарын, бала құқықтарын, кәсіпкерлер құқықтарын қорғайтын арнайы омбудсмендер бар. Олармен қоса өз елінде тұруды аңсаған азаматтардың мұңын жеткізіп, жоғын жоқтайтын тағы да бір омбудсменнің болуы біз үшін аса маңызды. Ол қызметті біз тәуекел ұйымы жауапкершілікпен атқара алатынымызға сенімдіміз. Осы проблемаларды шешуге жәрдем берсеңіз, көші-қон мәселесі сәтті шешімін тауып, қандастардың да жағдайы едәуір жақсара түсері сөзсіз. Құрметпен, тәуекел көші-қонмен айналысатын ұйымның төрағасы Бурахан Даханов. Рахмет сізге.